Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің есімім Асылзат Асқанбекқызы, менің оқушымның есімі Жәния Тасболатқызы. Жәния 5-ші сыныпты бітірдің, иә? Иә. Бітірдің. Біз оқушыларымызбен бірге бірнеше жылдан бері жазғы демалыста ертегілер, аңыз, қисса, батырлар жыры, сонымен қатар әлем әдебиетін оқимыз. Енді ертеңім жобасы аясында сол оқыған ертегілерімізді баяндап, және ол ертегілердің мәнін, мағынасын талдап түсіндіру мақсатында өздеріңізбен бүгін Эрих Рудольф Распе деген неміс жазушысының мынау атақты шығармасы бар, Мюнхгаузеннің басынан кешкен хикаялар деген. Бұл шығарма әрісі Осман империясы, берісі Ресей, бүкіл Европа балалары оқыған сондай танымал шығарма. Бұны біздің қазақ қоғамына ең алғашқы рет 1937 жылы алаш зиялылары аударып кеткен. Енді осы шығарманың ішіндегі шашымның көмегі деген ертегіні Жәния өзі айтып, өзі талдап беретін болады. Жәния, бастай ғой. Мюнхгаузен бұл ертегіде соғыста жүреді. Соғыста жаудан қашып бір орманға келеді. Ол орманда атымен бірге бір батпаққа батып кетеді. Ең бірінші Мюнхгаузен өзінің атына сенеді. Себебі аты өте мықты еді. Бірақ өкінішке қарай аты алып шыға алмады. Сол кезде Мюнхгаузен жан-жағына қарап тал іздейді, бұтақ. Сол кезде жан-жағына қараса, талда оған көмектесетін ештеңе жоқ болды. Батпақ иығына шейін келген кезде ол өз ақылын тыңдайын деп шешеді. Ақылын тыңдайды. Сол кезде ақылы, сен өзіңді өзің ғана алып шыға аласың дейді. Сол кезде Мюнхгаузен өз қолымен шашын жұлып, сәбізді жұлған секілді жұлып, солай өз-өзін алып шығады батпақтан. Шашынан тартып. Иә, шашынан тартып, солай өз-өзін алып шығады. Тек қана өзін емес, астындағы атын да екі аяғымен қысып алып шығады. Солай екеуі аман қалады. Ертегі осылай аяқталады. Иә. Ал енді Мюнхгаузен осы ертегі арқылы адамдарға қандай ой жеткізгісі келіп тұр? Айтқысы келген оның мәні ертегінің? Өмірдегі жауапкершілікті, өзіміздің жауапкершілікті біз өзіміз ғана арқалай аламыз. Негізгі мәні мағынасы оның жауапкершілікті өз жауапкершілігің өзің қолыңда деген. Және де біз өз-өзімізге сенімді болу керекпіз. Өзіңе сен деген. Иә. Ал батпақ? Ол кездесетін, әрбір адамға кездесетін қиыншылық. Қиыншылық, кедергілер, өмірдегі. Өмірде қандай да бір кедергі, қиыншылық кездескенде, одан ең алдымен адам өзі шығуы керек деп тұр. Көп адамдар сол жауапкершілікті арқалай алмай, басқалардан талап етеді. Және ненің күшімен шығады? Өзіміз ақылмен. Керемет. Мінекей, құрметті көрермен, бұл ертегінің баяны мен мәні мағынасы осылай екен. Негізгі ой, және айтады, ол өзіңе сену, өзің арқалау керек жауапкершілікті, өзің ғана арқалау, оны өзгеден талап етпеу дейді. Және ескеретін нәрсе, Мюнхгаузеннің бүкіл ертегілерінде бір кілт сөз деп айтсақ болады, бар, ол мен тоқтайды да ақылымнан сұрадым дейді. Ақылым сарт еткізіп, маған не істеу керек екенін алдыма тоса қойды деген сөзді бүкіл ертегісінде қайталап шығады. Сондықтан адамның негізгі күші ақылында екен. Рахмет, сау болыңыздар.